заказчиктер кейде пара сұрайды. Әсіресе тендерді жабу кезінде. Ол пара сұрауының себебі болады. Мысалға, егер сіз тауарды арзан тауар апарып беріп тұрсаңыз, олай істеуге болмайды. Ол кезде олар міндетті түрде сұрайды. Немесе вообще тауарды алмайды. А егер сіз тауарды 100% сәйкес қылып алып барып тұрсаңыз, яғни техникалық сипаттамаға сәйкес келеді. Немесе сіз жұмыстың тендеріне қатысқан болсаңыз, сметадағыдай барлығын жасадыңыз, бірақ заказчик сонда да бірдеңке сұрап тұр. Олар да пенде ғой, олар да сұрайды. Неге? Өйткені айлықтары аз, олардың да кредиттері бар. Сол үшін тендерге қатысып атқан, ана жұмысты істеп атқан адам оның көзіне кәдімгі бір бизнесмен болып көрінеді, ақшасы көп адам болып көрінеді. Сол үшін содан бірдеңке ұстап қалайын, бір ақша істеп қалайын деген ниет тұрады. Сондай бір ойлар болады арасында. Пенде болғаннан кейін ондай болады. Бірақ сіз 100% сізге сәйкес келіп тұрса да, заңға барлығы сәйкес келіп тұрса, сіз бермеңіз ешнәрсе. Не үшін? Неге бересіз? Өйткені ол сіздің бала-шағаңыздың ақысы ғой, бала-шағаңыздың несібесі. 100% сәйкес келеді сізге тауарыңыз. Жаңағыдай ешқандай нарушение жасап жатқан жоқсыз. Сұрағандай, сметадағыдай барлығын жасадыңыз. Болды. Заказчикке қабылда дейсіз. Қабылдамайтын болса, себебін жазғызып алыңыз. Неге? Ол жазып бермейді. Егер шынымен де сізге дұрыс болса, ол жазып бермейді. А егер сізге дұрыс емес болса, ол жазып беруі мүмкін. А егер жазбаса, онда прокуратураға, аудитке сондай жалоб жазатын жерлер бар. Маған дайректке жазсаңыздар, сол жалобының үлгісін бере аламын, қалай жазу керек екенін. Вот сондай жалобыны жазып, тиісті органдарға сол кезде жазсаңыз, сол кезде барлығын шешіп береді.